Қоянбаевтың кинода жалаңаш жүргені жұрттың ашуын туғызды. Әлеуметтік желі қолданушылары продюсер Нұрлан Қоянбаевтың Алматы телеарнасынан көрсетілген Таиландтағы демалыс фильмін сынға алды, деп жазады KZ News KZ. Эпизодтардың бірінде Нұрлан Қоянбаев бастаған актерлер түр жалаңаш болып түскен. Танымал журналист Сәуле Әбілдахан қызы өзінің Facebook парақшасында фильмді түсіргендердің де түскендердің де экранға шығарып, көрсеткендердің де әрекетін ақтауға келмейтінін айтты. Алматы арнасы көрсететін түк таппаған ғой байқұстар. Тоқаев мырза мынадай кино түсіргіштерге де, оны насихаттап таратушы телеарналар мен кинотеатрларға да қатаң шара қолданып тыйым салыңыздар. Миллиондап айыппұл төлететін заң қабылдаңыздар, деді журналист. Постқа пікір жазғандар көп, оқырмандар. Бізге Совет үкіметінде мықты көркемдік кеңес деген ұйым керек. Қазақстан Республика азаматы ретінде және салық төлеуші ретінде бұл киноны алып тасталуын талап етем. Азғындатып жатыр жасөспірімдерді. Бұл қылмыс. Масқара, өскелең ұрпақты ұятсыздыққа тәрбиелеп жатырмыз ба? Айтарға сөз таппай отырмын деген мәтіндегі пікірлерді жазған. Естеріңізге салсақ, 2019 жылы Қоянбаевтың «Бизнес по-казахски в Африке» фильмі де көпшіліктің сынына іліккен болатын. Сол кезде журналист Арман Сқабылұлы ұятсыз ишараттардың экран бетіне шығып кеткеніне қынжылғанын айтқан еді. Бала кезімізде бүйтіп жіберу дегенді бұзақы балалардан үйреніп, үйге келгенде қайталап, әкемізден оңбай шапалақ жегеніміз бар. Ол әркімнің ақпасынан өткен шығар. Басқаларда қалай екенін білмеймін, қазақ баласы үшін ең азған, ең ұятсыз ишарат. Осы бүйтіп жіберу, анау ананы бүйтіп жіберіпті, бүйтем депті, мен сені бүйтіп жіберемін деп, алақанымен жұдырығын ұрғылаған азғындық енді киноға жетті деп күйінді ол.